Армысыздар қазақ елі. Мәдина Сәдуақасова жолдасымен ажырасып кеткен бе? Желіде не себепті бұндай қауесет тарады? Мадинаның өзі не деп жауап берді екен? Сәдуақасова жеке шығармашылығы және алдағы жоспарларын айтты. YouTube'дан НТК арнасының ревью бағдарламасында Мадина Сәдуақасова жеке өміріне қатысты жауап берді. Мадина Сәдуақасова 16 жыл бұрынғы әнін қайта жаңғыртты. Естеріңізде болса, Мадинаның махаббат жалын атты әні хит болған еді. Кеңінен танылып келе жатқан жас әнші Тұрармен бірге жаңа бейнебаян түсіріп, әнді жаңа бағытта орындап шықты. Жұлдызды түнде әнінің сөзінде, аранжировкасында Тұрардың өзі жазды. Маған өте қатты ұнады. 16 жастағы жасөспірімдер үшін бұл ән жаңа секілді болып тұр. Олар 16 жыл бұрынғы нұсқасын тыңдаған жоқ қой, деді әнші. Я, көптеген жастар бұл әннің тарихын білмеуі де мүмкін. Сондықтан да әншілер әнге жаңа леп бергендей болғаны жасырын емес. Желіде әншіге сын айтатындар да, қолдау білдіретін оқырмандар да жетерлік. Мәдина Сәдуақасова қанша жасқа келді, қартайғысы келмейтін сияқты. Өз жасына лайық емес. Қартаюға не үшін асығу керек? Жаңа әнін не үшін акцентпен орындап жүр? Қазақша таптаза сөйлейді емес пе? Күйеуімен ажырасып кеткені рас па деген пікірлер кездеседі. Мен жолдасыма қатысты ешқандай сұраққа жауап бермей-ақ қояйынша пікір білдірмеймін. Көрермендер түсінеді деп ойлаймын, деп қысқа қайырды Мәдина Сәдуақасова. Әйел адам қаншалықты жабық киінсе, соншалықты сұлу көрінеді екен. Жүргізуші мына Мәдинаның жанында өте керемет. Керемет. Мәдина, мен сізді қатты сыйлаймын. Балапаныңыздың рахатын көріңіз. Киімі ұнамады. Мәдина жабықтау киінсе болады ғой. Мадикош, Мәдөш, қандай әдемі. Мәдинаның дауысындай ешкімде жоқ қой. Кеудесі үлкен, сосын ашық киінетін ұнайтын шығар көрсету үшін. Маған өте ұнайды Мәдина. Әдемі, сүйкімді. Басқа әні болмаған соң, бір әнді 100 рет жазғанша кеудеңді жабуды үйренсе, 1000 жыл айтып жүрген әнінің сөзін білмей ме? Масқара. Жақсы көрем Мәдинаны. Мәдина қарақат сияқты өтірік мүләйімсіп, шынайы емес күліп, милары аз, саналары төмен әншілер. Мәдина кеудесі көрінбейтін көйлек киюге болмай ма? Жаным Мәдина, денің сау, өмірің ұзақ, бақытты болуыңа тілектеспін. Үлкен апаларыңның атынан сенің керемет даусыңмен айтатын әндеріңе көп рахмет. 40-қа келіп қылық шығарайын дедің ба? Аман бол Мәдина. Киімің өте ерсі. Ят. 40 жас, 20 жас емес қой. Кеудеңді жапшы. Алла сізді тіл көзден сақтасын. Көз зинасына ұшыраған әйелден дұрыс адам туылмайды. Құдайдан қорықпағаннан қорқу керек. Қарапайым болу ислам шарты. Мәдина сондай сұлусыз. Сізге тек жақсылық, еңбегіңіз жана берсін. Тағы күйеуге өтсем екен деп төсін жалаңаштап келіпті мына лапша Мәдина. Әдемі, жарасымды болып тұр. Ақылы аз әншілердің біреуі. Күшті ғой, Мәдина ханым, жақсы көреміз сізді. Өте әдемі, жарасымды Мәдина ханым. Туылған күніңіз құтты болсын. Мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Отбасыңызға амандық, береке бірлік тілеймін. Мәдина, жасың келді. Дауысы да керемет. Жұрт не десе, о десін. Бірақ мен Мәдинаны сүйемін. Мәдина Сәдуақасова қазақтың өте сұлу аруы, өте жоғары талантты әнші. Мәдина ханым, сізді тек үлкен шыңдардың төбесінен көре берейік. Мәдина мүлде мұнамайды. Міне отырысы ашық-шашық ятай. Әдемі, сұлу келіншек, өзіне жарасып тұр. Әдемі киімі де бәрі жарасып тұр. Мәдина бұрыннан өзі әдемі, қылықты келіншек. Сондықтан әдемі, көрікті, сөзі де, киімі де барлығы жарасып тұр. Мәдина күйеуінен ажырасса, онда ол күйеуге тұрақсыз болған ғой. Мәдина туылған күнің құтты болсын. Бұрынғы, салмақты, көрікті. Мәдина қайда? Мына Мәдинаны танымай қалдым. Киген киімің түсіп қалмасын. Мәдина мен Қайрат Түнтеков өте тартымды, сүйкімді екеуі де. Мәдинаға өте көп жігіттер ғашық болады. Мені де ұқсатады Мәдинаға. Көп жігіттер ұнатып қалады. Мәдина өте керемет әнші. Оның стилистін кінәлау керек. Осындай ашық-шашық киім тігіп кигізген. Мына киімің түк жараспайды. Кеудеңді жапшы. Шетелге еліктеп болдың ғой. Сұлу қыз Мәдина, туған күнің құтты болсын. Қазақ тілін өте жетік біледі. Ризамын. Мадикош, туылған күніңізбен Алла сізге екі дүние бақытын нәсіп етсін. Өте әдемі жансыз. Өсіріп отырған ұлыңыз аман болсын. Жүрегім айниды.
басқа каналға ауыстырамын. Көрсетіп уақыт жоймаңдаршы. Мәдина ажырасып кеткені рас па деп неге қойғансыздар? Ят емес па? Тым жақсы сұхбат беріп отыр ғой. Мыналарыңыз қате. Өте керемет интервью. Бақытты болыңыз. Бақытқа лайық жансыз. Сізді жақсы көрем. Киімі ұнамады. Ашық киінбей, әдемі болып жүрген еді. Қайта ашық киінетін болыпты. Менің өзіме ұнамайды. Киген киімдері, сөйлеген сөздері, тартымсыз әндерін тыңдамаймын. Анара маған ұнайды. Жақсы жүргізуші. Маған ұнайды Мәдина. Дауысы ерекше. Бірден тануға болады дауысын. Қайраттың әндері күшті. Мектеп шақтарымыз еске түседі. Менің күйеуім осы Анарды уайымдап өлетін болды. Осы Анар табақтай болып кетіпті. Өзі ірі қыз, байсыз қалатын болды деп. Күйеуін жақсы көрмейтін сияқты. Басқа адамға ғашық сияқты. Ашық киініп шыққанына қарағанда, әлі біраз күйеуге тиіп шығуды армандайтын сияқты. О шіркін мөлдір судың тұнығындай тұнып тұр. О Мәдина ән салшы бұлбұлым. Мәдинаны керемет сұлу деп айта алмаймын. Жасанды қылық, бәрі көрініп тұр. Халық алдына шығарда, жасына сай, жабық киінсе болар еді. Мәдина өтірікті көп айтады, екі сөйлейді, сөзінде бәтуа жоқ. Дауысы жақсы сол, камера алдындағы жасандылық екені көрініп тұр. Анара шашың өте керемет. Ұнайды несі бар, көйлегі де жарасып тұр. Алға Мәдина. Мен үшін Мәдина сұлулық символы емес. Мәдинадан өткен қазақта айқара көз қыздар көп қой. Қайрат бауырымыз керемет қой. Сондай қарапайым, шынайы, адами жылылық сезіліп тұрады. Жалаңаштанғаныңыз ұят болды. Ақыл кеңес беретін жақындарыңыз жоқ сірә. Әр өз жасыммен айту керек. Жастардан қалмайым деп. Уайымы өте көп. Қайта әжімдер қосылады. Еркін өз құрдастарымен жүру керек. Мына жүргізуші жігіт теріс қарап, зорға отыр. Ашық киінгенге ұялып отырау. Таң қаламын. Әншілердің ажырасып, басқа күйеуге тигенін неге бір жаңалық сияқты жазып елге жариялайды. Мәдинаның ырбиып сөйлегені сондай жасанды. Осы Бибігүл апа өле-өлгенше майысып, қылықты боп, халықтың еркесі боп өтті. Бірақ Мәдинаның секс символ болғысы келетіндіктен ерсі көрінеді. Киген киіміне қарағанда ажырасып кеткен сияқты. Қанша көріп жүрміз ғой, осылай киінбейтін, төсін ашып. Әдемі, маған қатты ұнайды. Керемет, ашық, ерсі ештеңе жоқ. Бақытты болсын. Сұлулықтың символы, табиғи өнер иесінің және нағыз адамгершіліктің иесі Жазира Байырбекова. Жазира Байырбекова, тағы да Жазира Байырбекова. Өте әдемі жансыз. Өсіріп отырған ұлыңыз аман болсын. Мына комменттер оқып шошып отырмын. Адамдарға не болған? Негатив толып тұр. Мәдина өте әдемі, ерке қазақтың қызы. Неге сонша жаман жазылған? Оның жеке өмірі, оның өзінікі. Адамдар неге сонша жаман ойлайтын болған? Деп жазған көрермендер НТК арнасының ревью бағдарламасының YouTube арнасында.